Кайырлы кеш гүлсейер кауым, мынау менің роза гүлім. Бастапқы кезде бұларды мен күзде емес, көктемде қиям. Көктемде қидым да, бүршіктер атып атырғанда көктемде қиямын. Содан кейін барып уже жапырақтар беріп бастап жатқанда бізде майдан бастап су жүреді. Бірінші майдан бастап, бірақ биыл дейтін су жай жүрді. Азот құям. Азотқа бұларға мен куриный помет пайдаланам. Куриный пометті езіп, соны бәленгін шіртіп, былтырғым бар еді, сол былтырдан бері тұрған, қыс бойы тұр ғой енді. Куриный пометті езіп, соны істеп қойғам. Соны биыл осы гүлдеріме құйдым. Содан кейін уже бутон бере бастағанда мен бұларға монокалифосфат құйдым. Мен сіздерге бұл тыңайтқыштарды берудің жаңағы режимін айттым. YouTube каналымда бар сияқты, осы бар, айтып жүрмін. Әр айдың 10-ы, 20-сы, 30-ы мен құйып тұрамын. Күннен шатаспау үшін ғой енді. Әйтпесе қашан құйдым, қашан болды деп отырасың. Негізі 10-14 күнде құйып тұру керек. 7-10-14 күн деп айтады ғой. Сол күн аралықта құйып тұру керек. Мен сол өзіме ыңғайлы әр айдың 10-ы, 20-сы, 30-ы деп удобрение беріп тұрамын. Талдарыма да, гүлдеріме де, жаңағы бақшама да солай құйып беріп тұрамын. Тыңайтқыштарын. Мен сіздерге осы роза гүлін көрсетейін деп тұрмын. Соңғы құйғаным монокалифосфат. Содан кейін жаңағы гүлдеп болғандарын қиып тастадым. Енді мына розам керім болып осындай бәлен бутон беріп ашып тұр. Үйдің алдында шыққанда иісі деген бұрқырап тұр, бұрқырап. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока. Заман тыныш болсын. Аман болайық.